Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде бүгін жаңа видео. Мен почта жаққа бара жатырмын. Маликадан маған сыйлық беріп жіберген болатын. Сонау Ақтау қаласынан сол посылкамды алуға бара жатырмын. Қандай сыйлық деп ойлайсыздар, достар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Я жаңа айттым ғой, Малика маған посылка жіберген болатын. Қандай сыйлық деп ойлайсыздар? Комментарийға ойларыңызды жаза кетіңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, бізді қолдап, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мен кеттім почтаға, бірге распаковка жасайтын боламыз. Ясин үйде қалды, Марикошпен бірге. Мен қазір тез почтаға жүгіріп барып келуім керек болады. Сосын Ясин екеуміз распаковка жасаймыз. Достар, міне мен почтаға келдім. Қазір сатымызды алатын боламыз. Сіздер әлі де таппадыңыздар ма? Әлде тапқандарыңыз бар ма? Қазір түсіріп көрсетем. Міне достар, осындай посылка. Қазір үйге барып, Ясинмен бірге ашатын боламыз. Ой, іздеп 10 сағат посылка письмо қылып жіберген екен да, Ясин? Сосын барып іздеп, ана посылкалар жақта жоқ, сөйтіп письмо қылып жіберген екен деп басқа жерден таптық қой әйтеуір. Алып сразу кете салатын едім ғой. Сонымен трек кодты қарап, письмо басқа жерде деп алып, енді үй жаққа қайтып бара жатырмын. Достар, міне мен үйге келдім. Айттым я, Маликадан келген сыйлығымызды қазір Ясин ашатын болады. Әкелмей көмектесші. Я, давай Ясин аша ғой. Ясин білмейді әлі не екенін, қазір бірге көретін боламыз. Тапқандарыңыз бар ма, достар? Достар, осындай микрофон, телефонға, айфонға арналған. Малика, Ясин, рахмет сіздерге. Қазір ашып, телефонымызға салып көретін боламыз. Осындай микрофон ғой. Нет, жаңағы деп айтатын еді. Петличка микрофон, как қазір міне осындай коробкасы бар. Кәне, екі микрофончик, несі, зарядкасы, одан кейін екі микрофоны, қызым. Мына жерге салып қоямыз. Мына жерге, сосын дауысын жақсы естілетін болады. Қазір тексеріп көреміз, достар. Осындай сыйлық, Малика, Ясин. Сіздерге көп рахмет. Сыйлықтарыңызды алдық. Сәлем, кеш жарық, достар, қалайсыздар? Біз бүгін бізге Малика беріп жүрген сыйлықты тестировать етіп жатырмыз. Біздің дауысымыз естіле ме? Қалай сіздерге? Міне, телефонымыз алыстау жерде тұр. Біз осы микрофонмен сөйлеп жатырмыз. Сәлем де. Сәлем. Достар, бұлай іліп қоясың мына жерге. Сөйлейсің. Қалай, достар, біздің дауысымыз жақсы естіле екен? Естіліп тұрған жоқ па? Достар, мен сіздерге мына кешегі алған штатив, как монопод ретінде қолданылатын. Осы бір дүниені көрсеткім келіп тұр. Мындай. Ыңғайсыз болып тұр, ана штативін тоже кішкене сынып тұрған болатын. Қазір аны былай ашсаң, шаңға. Күте тұршы. Сосын десін ба? Осылай ашып қоятын болсаң, бұл мини штатив болады. Осындай. И потом, мына жерде спышкасын жағатын. Екі цветте спышкасын жағуға болады екен, регуляция жасауға. Не? 1, 2, 3. Бұн ба? Осындай мини штатив болады. Мына жағына да былайда қойға болады. Енді қазір осы нені қолданатын, штативті қолданатын боламыз. Осындай отырып түсірген кезде қолдануға болады. Солай жасайды. Мына жерге, как заденемен былайда түсірген кезде ыңғайлы, микрофонды жауып тұрмайды да, қолын ыңғайлы болады. Керекті тау. Міне мұқаш көрсін. Малика апасы подарка қылып жіберді ғой сендерге. Рахмет де, Малика де. Малика тәте рахмет де. Малика.
Малика, рахмет. Малика тәтесі, рахмет. Енді мұқаш айтады. Біз сабақ орындайын деп жатырмыз Ясиннің. Ертең демалыс Ясинде, иә? Анасы, давай, мынандай видеомен қосып саламыз. Жарайды. Осыны көрсетейін деп едім. Осы жерге телефон қояды. И мындай микрофон. Микрофон жақсы естіледі екен. Екі несі бар. Я көрсеттім кешегіде тағы да. Екі микрофон. Адамдарды киіндіреді. Қазір көрсетеміз. Рахмет. Енді достар, мұқаш айтады рахмет. Рахмет. Молодец. Осындай несі жаңа осындай. Қазір микрофон, телефон өзінің микрофонын естіп тұрмын. Ал егер мынау микрофон жақындататын болсаң, осылай шығады дауысы. Осымен микрофонымызға шағын распаковкамызды аяқтадық. Мұқашта садикте утренник бара жатырмыз. Қазір садикте мамасы түсіретін болады Мұқашты, иә? Бүгін Наурыз мерекесіне Мұқашта утренник мереке болады. Балалар бәрі әдемі киімдерін киетін болады, иә? Қазір көретін боласыздар. Мұқаштың киімін көрсетемін сіздерге. Садикке жаяу бара жатырмыз. Дала деген еріп жатыр. Көктемнің лебі сезілді, былайша айтқанда. Осындай. Достар, Мұхаммадтың образы осындай болды. Тіктірген болатымыз жакетін. Толық утренникқа ата-аналарды кіргізбеді. Достар, міне біздің киіміміз. Мұқаш садикке бара жатыр. Қазір ішіндегі киімін сізін көрсетеміз. Достар, міне біз Мұхаммадтың киімін алдық, келдік. Ішінде рубашкасы бар, қарамаш. Мұқаш, қарасай, өзін жауады. Анау кепкісі әлі ерте. Осыны шапкысын киіп алдық, иә? Достар, мен Ясин мектепке келе жатырмын. Қазір шығу керек. Сіздерге жақыннан мектебін көрсетпеппін ғой. Осындай дейін, иә? Бірінші этажда оқиды, примерно мынау терезелер. Қазір шығады, сосын мешітіміз ар жақта. Мұқаштың садикке барамыз Мұхаммадқа. Одан кейін Мұхаммадты да садиктен алуға келдім. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ясин Мұхаммад.